Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Көріп отқандарыңыздай, бүгін Nissanмен шықтым және InDrive'пен жұмыс істейін деп жатырмын. Иә, InDriver емес, қателескен жоқпын. Енді бұдан былай InDriver ребрейдинг жасап InDrive болды. Не өзгерді және не үшін бұндай шешімге келді деген сияқты сұрақтарға жауап беруге тырысатын боламын. Әрине, жауаптардың бәрі жаңағы мен өзімнің логикама сеніп, жаңағы өзімнің көзқарасымның жағынан түсіндіріп кететін боламын. Ал кеттік. Ребрейдинг жайлы менің жеке ойым. Былтырдан бастап, наурыздан бастап, InDriver өзінің Ресейдегі басты кеңселерін Қазақстанға көшіріп жатыр дегенді оқыған шығарсыздар жаңалықтардан. Жаңағы көп жерден шықты ғой жаңағы. Сосын ребрейдинг жасалған себебі де жаңағы кейбір санкциялар болмасын деп, мүмкін жаңағы бұрынғы атынан кішкене былай біз жаңа компаниямыз, Ресейге қатысымыз аздау деген сияқты сондай мақсатпен жаңағы көшіріп осында жасап жатса керек деген ойдамын. Википедияға сенетін болсақ, InDrive'тың қазіргі расположениясы дейді, то есть юридический адрес, компанияның адресі, почтамен зат жіберетін болсаңыз, Mountain View, Калифорния, США-да орналасқан екен. Ал басталған уақыты основаниясы 2013, Арсен Томский дейді, Ресейде басталған, қазір 48 елде жұмысын жасайды екен. Бірінші Ресейде жаңағы жасалып, жаңағы сол жерде кішкене қалыптасып алғаннан кейін 2014 жылы Ресейдің сыртына шыққан ең бірінші қала, ең бірінші ел ол Қазақстан, Астана екен. 2014-тен бері Астанада бері қарай жұмыс істеп келе жатыр екен. Өзгерістеріне келетін болсақ, жаңағы значогында, және атында былай негізі бәрі тура сол баяғыдай қалған. Мына көріп отқандарыңызда приложение тура сол баяғы. Мына жерде біздің табысымыз тұрады, мына жерде жаңағы біздің приоритет, жаңағы біздің жасаған тапсырыстар, бізге қойған бағалар, қанша поездка жасағанымыз көрсетіліп тұрады. Және мынау жаңағы кошелекта InDrive'тың комиссиясы 7,5, парктың комиссиясы 5. Бірақ InDrive'та точно осы парктың не істейтінін мен әлі күнге дейін түсінген жоқпын. Ол жерде не хотя бы служба поддержкасы жоқ, ақшаны шығарып беретін дейтіндей ақшаны да шығарып бермейді. Инстаграм, Телеграм деген сияқты жаңалық не болып жатыр. Просто 5% не үшін кетіп отқанын вообще түсінсем бұйырмасын. Мүмкін сіздер білсеңіздер, жаңағы мүмкін мені парктегі адамдар көріп отқан шығар, жаңағы комментарийға жазып кетсеңіздер, бұл парктың мақсаты неде, не үшін 5% алып жатсыздар, соны түсіндірсеңіздер. Бұл менің жаңа аккаунтым, бұл жерде тек қана 21 тапсырыс орындадым. Nissan'ды осыған байлап қойдым, Aveo-ны жаңағы бұрынғы аккаунтымда Aveo тұр. Бұл жерде көлікті ауыстыру кішкене қиындау. Сол себепке байланысты екі номерге, екі телефонға, біреусіне Primera қойып қойдым, біреусіне Aveo қойып қойдым, постоянно ауысып отпайтын тыңдай қылып. Комментарийда ең жиі қойылатын сұрақ, Мерей қалай тіркелеміз дейді. Мысалы, мына InDrive деген қосымшаны орнатып аласыздар, ол басында сізді как пассажир ретінде көретін болады. Осы сол жағында ең астына түсесіз, стать водителем деген жерге басасыздар. Осы жерге, мына жерде мына онлайн регистрация деген бар. Басында мына жердің бәрі бос тұрады. Қазір мысалы көріп отырсаңыздар, менде тек қана грузовой мен мастер деген жерге ғана тіркелуге болады. А былай негізі
мына көрүп аткандарыңыздай Bordeaux Nissan Primera деп көрүнүп тур. Осы жерге жанагы өздөрүңүздүн данныйларыңыздын баарын, жанагы номериңизди, машинаңызды, мына транспорт, гос номер, фотография, техпаспорт жибересиздер, потом өздөрүңүздүн праваңызды жибересиздер, сүйтүп тиркелип жанагы узак убакыт булар рассматривать этет, бир 4-5-6 саатта сосын жооп берет. Мен сиз тиркелдиңиз, жумуш істесеңиз болот деп. Ол бирден чыга салып, бирден тиркеле алмайсыздар. Сол жагындагы менюду мазерди бассаңыз, мастера, межгород, грузовой, мына грузовойго кирсек, грузовойдун заказдары турат. Буга да бөлөк жана регистрация өтөсүздөр. Мына жерде найти работу деген шыккан экен. Бир типа жанагы объявление беретін сыяктуу го дейм. Жарайт, маган кереги, бизге кереги такси жайлы. Сол үчүн давайте мастер болуп кеттим. Мына городко киремиз. Қазір мен апорттың жанында отырмын. Поселок Иргелиге апар дейді мына жерде. Мына жерде жол нашар жол ғой мына. Қысқасы осындай. 1-2 күн болды осы Индрайвпен жүргенме, жанагы Ниссанмен жүргенме. Өйткені Аль-Фараби Абаяны білесіздер, қазып жатыр, бытышын шығарып жатыр, Алматыда болатын болсаңыздар. Бізде ең екі главный көшені қазып тастаған. Сол себепке байланысты мына центрге қарай барсаң, баруын барасың, ал қайтатын кезде уже 1 сағат, 2 сағат кептелісте. Бұрын болмаған, жаздың күні ондай болмаған пробка. Қазір сондай пробка болып жатыр. Сол себепке байланысты мен қазір Индрайвпен осы райондарда ғана жүрмін, центрге барып жүрген жоқпын. Қазір апорт жақта отырмын, үйдің көршім сұрап еді, әкеп тасташы деп, сол апортқа әкеп тастадым да, что-то апорттан қазір азан болғаннан кейін сағат 11:36 елдің бәрі наоборот апортқа келіп жатыр да, апорттан қалаға қарай или бір басқа жерлерге қарай тапсырыс түсіп жатқан жоқ. Сол себепке байланысты қазір орнымды ауыстырып, уже заказ алғаннан кейін қайтадан қосылатын боламын. Бірінші тапсырысымды алдым. Клиентке дейін 7 минут, клиенттен ары қарай 8 минуттық жол, 800 теңге дейді. Саудаласқан жоқпын, қабылдай салдым. Бірінші тапсырысымды орындап тастадым. 11:40-та алған едім, 11:50-де бітірдім. Сонымен жанағы мына жерде цепочка болады ғой. Соңға алып келдім, Наурызбайский районының соңына жақындап жатқан кезде бір кісінің заказы қайта-қайта шығады да, жанағы карьерная деп, Абайдың тура сол соңынан мен бара жатқан жерден осы карьерныйға деп алмай отқам ғой. Сөйтіп ана кісілерді түсіріп, заттарын багаждан не алып жатса, жанағы кісі келіп, такси емессіз ба дейді. Я такси, мына карьерныйға барып қайтайықшы, индрайвер 650 теңге көрсетіп тұр дейді. Аласыз ба дейді, хотя бы 700 ғой қылсаңшы десем, туда обратно 1300 берем ғой дейді. Ну все, давай кеттік, короче. Сонымен қазір мына жерге алып келдім. Ар жақтан бері қарай 10 минут келдік, ешқандай ожидание болған жоқ. Соның алдына түсірдім, соның алдына мінгіздім. Қазір қайтадан осы жерде бір қағазға печать қойып шығамын деді да, қайтып шығады, қайтып соңға апарам 1300 теңге. То есть сонда жарты сағатта общий ана кісінің 1000 теңге, жаңа 800 теңге, 1000 теңге без сдачи берді маған. Сдачам болмай қалды, сонымен қоя бер деді. В общем, жарты сағат 35 минуттың ішінде примерно 2300 теңгедей ойнап тұр ғой, сонда я. Тағы да бір тапсырыс алдым. Тип тұрған жер ғой маған. Артқа қарай 200 метр жүрсем, клиентімді алып кетем. Апаратын жер тоже 1 километр ма, 1,5 километр ма, сондай жер. 600 теңге. Болады. Андай жирный заказдарды алып атқан жоқпын әлі. Шығатын шығар. Кішкенеден кейін универсал, буксир деген сияқты. Я на месте. Баратын жер көрдіңіздер ма? 5 минуттық жер, 600 теңге. Саудаласқанда жоқпын бұндай каратыштарды ала берем мен. Өзгерістерге келетін болсақ, мысалы қазір қараңыздар, апорттан Төретайға деп тұр ғой, менен 600 метр жерде тұр. Бассақ, мына жерде қараңыздар, минутына 57 теңге және километріне 107 теңгеден есептейді дейді. Точно не деп айта алмаймын бұны. Алдында мысалы алып, жаңағы жүрген жолымда уақытын не қылып едім, менікі көп болып кетті. То есть суммируется етіле ма, етпей ма жоқ. Общий осындай болып тұрма, соны қалай десе болады. Мысалы қазір 14-те 1 километр жерге 1600 теңге беріп тұр. Сонда километрі 107 теңгеден айналып тұр.
Ал егер минутпен есептейтін болсаңыз, минутыңыз 57 теңгеден айналып тұр деген сөз ғой. Бірақ екеуін қоспайды InDriver. Давайте мынаны алып көрейік. Жаман емес, негізі 3 минутта келем, ол апорт Төретай. Егер кептеліс болмаса, жылдамақ барамыз. Сосын мынандай бар, қараңыздар. Бұрын телефон номері шығушы еді ғой, или WhatsApp-қа ауысып кетуші еді. Қазір мынандай InDriver'дің ішімен звондаймыз. Алло, ассалаумалейкум. Брат, мына InDriver'ден ғой, сіз остановкада тұрсыз ба сонда? Все. Осындай жаңалықтары. Менен 500 метр жерден тапсырыс түсті. Ары қарай Назарбаева 86 дейді. 1000 теңгеге 13 минуттық тапсырыс. Жаман емес. 1000 теңгенің тапсырысын бітірдім. Мына көріп отқандарыңыздай. Макатаева 15 минут тапсырыс болды. 1000 теңге. Так, әңгімені жібергесін ғой. Алматының әкімінен бастадық та политикамен бірақ бітірдік. Қаңтарға барып келдік бая, короче. Уақыт жетпей қалды. Әңгіме. InDrive'ға біраз уақыт кірмей жүрген ғой. Сонымен жаңағы АВО-ны соғып кетті да біреулер. АВО-ны кіргізіп, Nissanмен жүрмін ғой қазір. InDrive'ға кірдім. Как будто андай сияқты көрінді басында. 400, 300, 500-дің заказдары азайып қалыпты. Өңкей 1000 теңге болыпты ғой деп. Сөйтсе 1000 теңгенің заказдарын бәрі мынандай екен да, жаңағы жердің бір жері бар өңкей. Яндексте 3000 шығатын тапсырыстар ғой мынау примерно. Ну, примерно точно емес, конечно. Қазір бәрі қымбаттап кетті ғой. Мынау заказдардың өздері де. Мысалы, қараңыздар. 1100 теңге 34 минут. Аль-Фарабиге шығарып отыр еще. Аль-Фарабиде кептеліс быт болып жатыр. Мен 5 минут клиентке барам. Общий 40 минуттық 1100 теңге да. Сонда 97 теңге, егер километріне санасақ, километр 97-тен, а минуты 28 теңгеден айналып тұр. Көреміз бе мына Түркебаеваны? 3 минут бұрын дейді, көрейікші. 123 теңге, 79 теңге минут айналып дейді. 3 минутта келем деп жібереміз. Şu 3 минут тұр. Қабылдады. Жаңағы 1200 теңге. Типа клиентке дейін 3 минут барасын, ал жаңағы Түркебаеваға 11 минут барасын деп еді, алдады ғой. Сол үшін ненің... Қайда? Қазір. Бұл жерден бір блокты гүлдерге апарып тұтау. Гүлдер қақты? Жібек жол базаршы. Ташкентский жібек жол. Жібек жол бүгін істемейді ғой? Жоқ, мен мына жерге нетіп атқам ғой, сол үйге апарып қойын деп тұрмын да жаңағы. Қанша бересің? Қанша сұрайсың? Заттарыңыз көп па? Блок шашып ұстаған ғой, блок аламыз жаңағы. Сосын кішкентай бал аламыз, 3 зат қой. Багажыңа тастап. 2,5 болды ма? Nissanмен жүргеннің осы жері жақсы да. Елдің бәрі таксимен деп, универсал керек еді, осылай мұндай деп. Даже адамдар да дейді, голосовать етіп тұрады ғой, қолдарын бүйтіп ұстап тұрады да. Типа мені көрсе бүйтіп, типа жаңағы айтып атқаным, бұның алдындағы басында InDrive маған бүйтіп көрсетті ғой, жаңағы клиентке дейін 3 минутта барасың, апаратын жерің 12 минут, 11 минуттық жер деп өтірік алдайды кей кездерде. Жаңағы клиентке барғанымша 5 минут болды, пробка, Фурмановадағы пробкаға тұрып қалдым. Одан ары қарай жаңағы клиентімді 28 минут апардым. Вообще 35 минут болып кетті, 1200 теңге. Одан кейін мынау кісі қазір 2,5 теңгеге Рысқұловаға келіп тастадым. Бірінші жібек жолы базарға барайық дедік. Сонымен сразу мотор центрға алып келдім, жаңағы моторын шашып, капиталкаға алып келе жатыр екен. Сондай. Тағы бір тапсырыс алдым. Прикурить дейді. Менен 7 минуттық жер, 3 километр деп көрсетті ғой басында. Зато 1000
теңге просто келесің, прикурить етесің, кетесің. Алдында бір видеом бар менің индрайвер жайлы, табысты көбейту жайлы. Қазір мына жерден сілтеме шығады, немесе видеоның аяғында біткен кезде мынандай төртбұрышты болып бүйтіп шығады. Бұл жерде көрсеңіздер болады жаңағы индрайвердегі лайфхактар жайлы. Жаңағы кісіні прикурить етіп бердім. 1000 теңге. Все, ары қарай кеттік. 1000 теңге деп саудаласып көрейік. Охранен 800 теңге. В принципе, жаман емес. Просто ұзақтау 15 минутта 800 теңге. Жарайды, көрейік. Ай, келіспей тырысып қалады қазір еще. теңге гумға дейін. Мен жақындап қалдым. Менен 1 минуттық жер. Тапсырыс келді. Қазір менен алыс емес. 1 минуттық жер ғой деймін. Апаратын жері 12 минуттық жер. 1000 теңге Каспий. 1000 теңгенің тапсырысын бітірдім. Тип тұрған заказ екен, қанша? 9 минут. Кетіп қалған сияқты ғой. Так, 2000 теңге деп көрейік. Рысқұлова ашық қой бүгін понедельник. Микроашқа Рысқұловамен тез ақ жетіп аламыз. Опа, қабылдады, прикинь. Қысқасы 2000-ға келісіп тұр. 6-шы микрорайон. Как раз пробка сол микрорайон жақта бітеді, сол микрорайон жаққа барып таксилету керек болып тұр ғой қазір. Бітірдім 6-шы микрорайонның несін. Мынандай клиенттер көбейіп біткен, байқасаңыздар, қыздардың суреттерін қойып қояды да, жаңа келсең жігіттер сатты, уже 4-ші ма, 5-ші ма случай болып жатыр да. Біреуге өте ма сонда? Типа андай жігіт еще білесіздер ма? Брат, индрайвер ма деп, как будто не шақырған сияқты, бизнес плюс шақырған сияқты болып шығып керлеп отырған өзі бір сөйлеген өзі қиналып деп. Короче, сондай бір не клиент болды. Жарайды, маған вообще ол не важно да, мысалы бағасы келісіп тұрса, жарты сағаттың ішінде 2000 теңге нормально, менің ойымша. Баланс минусқа кіріп кетті дейді. Баланс толтырып алайық онда. Доходқа кірсек, бұны индрайв арқылы алған 10.000 теңге болды. Индрайверден бөлек тағы примерно қанша? 1000 теңге, 1300 теңге, 2500 теңге, примерно 15000 теңге болды. Бүгінгі жасағаным индрайвермен и жаңағы көшеден алғаныма. Индрайвер уже комиссиясы 1000 теңгеден 1250 теңге ұстап қойды уже бүгіндікке маған. Менен көбейіп барадыр да бұл жақтың да комиссиялары. 7-ші микрорайоннан бір заказ алдым. Неге дейді? Мегаға дейді. Постыңызды қалдырып кетсіз ғой, болмайды ғой үйтігі аға. Мега жақ бірақ, ё-мой, чыт пробка болып атпаса болды ерні қазір. Көреміз. Сол жақтарда тоже орбита, индрайвта жақсы заказдар береді. Мегадан, орбитадан. Бірақ жаңағы Аль-Фараби жасап жатыр, кептеліс деген айтып жатырмын ғой. 2 ай болды да Алматының әкімі бүкіл халықты қинап жіберді ғой, не істеді өзі. Әп-әдемі жолдарды алып бытышын шығарып қайтадан жақсы асфальт салып. Кто таксистер біледі ғой, қай жерде жол жақсы болды, қай жерде жол жаман болды. Идеальный Аль-Фарабиді алып бытышын шығарып қайтадан бордюрлар, бір нәрсе, сыр нәрсе жылда жасаймын, 2 жыл сайын жасаймын, короче. Түк жолы жоқ көшелер тола.
жоқ, бар ең әдемі көшелері. Білмеймін. Сонымен бітірдім. Мына 7-ші микрорайоннан Мегаға алып келдім. 1200 теңге төледі. Общий 20 минут кетті. Енді Абылайхана 24 қазір бензин құйып аламын, содан кейін ары қарай Меганың алдындағы светофор пешеходтарға қызыл жанып тұрса, соны өткізіп тұрады. Біздің адамдар бар ғой. Яғни пешеходтарың да қарамайды, сигнал бассаң пешеход қой деп. Кішкене внимательный бол, қашан біз внимательный болады екенбіз осы. Сонымен ары қарай кеттік. Енді қазір час пик, пробка басталады. Кішкене қымбаттауын іздейтін боламыз тапсырыстарын. Өйткені невыгодно болып кетеді. Мына болады Наваидан Алтын Бесік микрорайон. 1000 теңге 5 минутта келем деймін. Наваидан. Наваиға дейін 4 минут, ары қарай 15 минут қой деймін, жаңағы 20 минут бердім. Вообще жарты сағаттан аспайды 1000 теңге. Бүгінге соңғы заказ болатын шығар. Мынау Ақкент 61 дейді. Көлікті прикурить етіп жүру керек болып тұр екен. Мен баратын уақыт 9 минут деп көрсетті. Прикурить етіп жібердім. 1000 теңгесін алдым, Каспиге салып жібердім. Завершить. Қайтадан балансын 10 теңгеге түсті. Попутно шұғыланы алып кете салайын. Қоймайды дей ма? Қой, шұғыланы алып кете салайын мен. Попути үй жаққа қарай. Бітіріп көрейік. Как раз баланс деген минусқа кірді. Болды, қайтамыз. Тағы балансқа ақша салуға желание жоқ. Бүгіндікке 2000 теңге салдым уже. Индрайвердің комиссиясы жаңа. Сонда қорытындылайтын болсақ, мына индрайвер арқылы жасағаным 16700 теңге, 1300, 2500, 5000 дей береміз. Примерно 22000 теңгедей болып тұр. Плюс чаевые бар бір-екі жерде. Сонымен 22000 теңге болып тұр. 22000 теңгеден 2000 теңге комиссия алып тастаймыз. 4000 теңге бензинге кетті. Түскі асыма 2000 теңге кетті. 14000 теңге. Бүгін 8 сағатқа. Сағатына 2000 теңгеден де жетпей тұр ғой, тимей тұр ғой сонда. Ал жаңағы индрайв жайлы, ребрейдинг жайлы прям керемет инновация, бұрынғыдан еселеп, күштілеп, ешқандай өзгеріс жоқ. Тек қана аты кішкене жаңағы логотип дизайны ауысқан, бәрі сол күйінше қалған. Білмеймін, осындай жаңағыдай центрға кіргің келмейтін кезде, бір жерге жұмыстармен бара жатқан кезде, по пути алып кетіп, прям тек қана осы арқылы табыс табу кішкене андай. Енді менде универсал болғаннан кейін, прикуритель болғаннан кейін, кейбір жерлерде жаңағы буксирмен тартып кете берем, механика болғаннан кейін, сондай болғаннан кейін бұл кішкене осы көбірек алып келеді индрайвер маған. Индрайв. Бұлай негізі білмеймін, жұмыс істемейтін едім мен индрайв арқылы. Өз басым. Индрайв негізі межгород жүргендерге жақсы ба? Осы жерде межгород жүретіндер, передача, посылка, солар керемет әйтеуір. Мен де өзім алдым. Әр жерге салып тұрамын, Жезқазғанға салып жіберіп жатамын, Астанаға салып жіберіп жатамын. Мысалы Астанаға осыдан 1-2 күн бұрын бір ноутбук салып жіберген өзі. От двери до двери болса 5000 теңге дейді. Қандай ғана коробка ғой енді. Салмағы 1 килограмм, 1,5 килограмм ары кетсе. Ал қалалық режимде алатын болсақ, бұл конкретно точно мынанша сағатта мынанша табу мүмкін деген сияқты понятие жоқта, на везение. Кейде болады, алдында мысалы 3000 теңгеден көп емес, там 1 километр, 1,5 километрге машина сүру керек болды. Біреусін 3000 теңге, біреусін 3500 теңге келістіріп,
1 сағаттың ішінде 7000 теңге шығып қалатын кездер болады. Менің арнам дамуына бір үлестеріңізді қосқыларыңыз келсе, лайк, дизлайк, жаңағы 4 сөзден тұратын комментарий деген сияқты заттарды ұмытпаңыздар. Бұл әрине біздің жаңағы алгоритмдерге өте маңызды зат. Сол арқылы YouTube біздің видео біреуге ұнап жатыр ма, ұнап жатқан жоқ па, сол арқылы білет. Жаңағыдай белсенділік білдіріп жататын көрермендеріме алдын ала үлкен рахмет. Келесі видеода жолыққанша аман есен сау болайық.